Қымбатты балалар, қазақ тілі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сан есім сөз таптарына жатады. Сөз таптарын есімізге түсіріп жіберейік. Сөз таптарына зат есім жатады. Зат есім кім, не деген сұраққа жауап береді. Етістік, не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береді. Ал сын есім қандай, қай деген сұраққа жауап береді екен. Ал сан есім ше, ол қандай сұраққа жауап береді? Әрине, қанша, неше, нешінші деген сұраққа жауап береді. Ал балалар, сан есімнің ережесін есімізге түсіріп көрейікші. Жақсы. Сан есім дегеніміз заттың санын, ретін, қатарын білдіретін сөздерді сан есім дейді екенбіз. Сан есімге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Енді оқулықтан түйе мен түлкі ертегісін тыңдайық. Сіздер менімен бірге ертегіні оқып отырыңыздар. Түйе мен түлкі. Түлкі тоғайда түйені көреді. Денесі ойқы-шойқы, олпы-солпы екен. Осыдан бірдеңе түсіп қалар деп, алыстан аңдып жүреді. Бір күні түйе өзеннің арғы жағына өтеді. Оны бақылап тұрған түлкі: «Уа, түйе, су терең бе екен?» деп сұрайды. «Терең емес, зеден ғана келеді», дейді түйе. «Зеден ғана болса, таяз екен», деп түлкі түйе жаққа өтпек болады. Суға түседі де арғы жағаға бет алады. Өзеннің ортасына да жетпей, бір батып, бір шығып, қақалып, шашалып, суға тұншыққан түлкі түйеге айғай салады. «Зеден дегенің кәне? Мен батып барам ғой». Сенің тізең мен менің тізем бірдей ме? Әлім білмеген, әлек деген осы, дейді түйе. Бұл қазақ ертегілер кітабынан алынған үзінді екен. Енді балалар, дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің ретін жазамыз. Сәуірдің 7-сі сынып жұмысы. Көркем жазуға ә әріпінің бас әріпін мен кіші әріпін бір жолға толтырып жазамыз. Екінші жолға ә әріпінен басталатын сөздерді ойлап жазып шығамыз. Әдемі, көркем етіп. Енді ертегіні өздерің тағы да бірлес қайталап оқып шығып, екі кейіпкерге мінездеме жазыңыздар. Түйеге және түлкіге. 27-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Зайсан көлі Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Көлдің ұзындығы 100 километрден асады. Тереңдігі 8-9 метр. Бұл мәтіннен сан есімдерді тауып, оның астын сызамыз және олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын көрсетеміз.
Шығармашылық үзіліс. Жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап бер. Серік достарымен бірге ауыл сыртындағы бұлаққа келді. Ол бұлақ көзін шөп-шалам, босаған ыдыс және қоқыстар басып бітеліп қалғанын көрді. Сұрақтар. Бірінші, балалардың әрекеті қандай болмақ? Екінші, бұлақ көзінің бітеліп қалуына кімдер кінәлі деп ойлайсыңдар? Үйге тапсырма. 81-ші беттегі 29-ші жаттығу. Осымен қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.